пайғамбардың зәрін ішуге дайынмын, кәпірлердің бәрін қыру керек, домбыра деген харамның харамы деген сияқты. Қазір соңғы адам шошитын оқиғаның бір өзі, ана 10 жасар тәжіктің баласын сол өлтірген бала, ол қаншада өзі? Христианский терроризм деген естігенсіздер ме сіздер? Атеистический терроризм деген естігенсіздер ме? Естіген жоқсыздар. Бірақтан Лениннің өлтірген адамын шемен болған дейін өлтіре алмайтын шығар. Бір тәңіршілердің көрін бір екі нәрсені, тіпті оны жауап берудің өзі ұят сияқты. бір медреседе мүшесін көрсетеді, жас қызды зорлайды. Мұнафиқтың көретін жазасы Ферғауыннан, Лениннен, Карл Маркстан, Фридрих Энгельстен ауыр болады. Сол үшін әлемдік деңгейде исламофобия бар. Ислам жоқ жерде қылмыстың саны негізі шошытатын нәрсе сол. Ислам дінінде терроризм де жоқ, экстремизм де жоқ. Бірақ бір нәрсе анық, сіздерге айтып қойын. Әлемдік деңгейдегі қазіргі үлкен саясат ол исламофобия. Мысалы, бәрін сауаттысыңдар ғой. Мысалға айтайық, қазір соңғы уақытта жан түршігер оқиғалардың біреусі, оған дейін де болған, ол жиі болады. Мешіттің ішінде қанша мұсылманды атып кетті, қай жақта болып еді бір автоматпен кіріп, Новая Зеландияда. Кішкентай балаларға дейін атып тастаған, упор атып тастады. Соны мысалға басшылар кешірім сұрады да қойып қалды. Бірақ соны атын атап түсін түстеп, мүмкін ол христиан болса, христианский терроризм деген естігенсіздер ме сіздер? Онда естімейсіздер. Атеистический терроризм деген естігенсіздер ме? Естіген жоқсыздар. Бірақтан Лениннің өлтірген адамын шемен болған дейін өлтіре алмайтын шығар. Миллиондап. Бірақ мұсылмандардың бір қателігі болатын болса, сразу исламский терроризм. Исламда терроризм жоқ, сұрайып қойын. Ислам дінінде терроризм де жоқ, экстремизм де жоқ. Мүмкін біреу қателессе, біреу байланды. Саясат қылды. Бірақ қазір соңғы адам шошитын оқиғаның бір өзі, ана 10 жасар тәжіктің баласын қалай он. Енді қараңыздар. Енді сіздер бәрін сауаттысыңдар. Сол өлтірген бала, ол қаншада өзі? 15-те ма? Жас бала. Соның атын айтып, дінін айтып, міне христианский терроризм, міне русский терроризм деп шығарма? Жоқ. Бұл онша айтылмайды болды. Мұсылмандар өздері каналына шығып отыр, бұлар жабыла береді. Ислам әлемінде қылмыс сияқты бар болып көрсетеді, сіздер айтады, ислам жоқ жерде қылмыстың саны негізі шошытатын нәрсе сол. Негізі шошытатын нәрсе сол. Сол жақта қылмыс көп. Аталарымыз айтқан сияқты, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді да. Просто мынаумен қорқытып жатыр да. 100 мұсылман ішінен бір мұсылман қателескен кезде, соны айтып қалған 99-ы күйе жаққысы келеді. Ана жақта одан да қорқыныш нәрсе көп. Сол үшін әлемдік деңгейде исламофобия бар. Әлемдік деңгейде. Тіпті біз дінге қарсы сөйлеп жатқан тәңіршіні айтпай қойық. Бір тәңіршілердің көрін бір екі нәрсені, тіпті оны жауап берудің өзі ұят сияқты бір. Анау деңгей өте төмен енді. Бір жеп көршілік десек болады. Шын жырда тұрған қабаған иттің қапқандай болып көрінеді екен. Сол күйінде. Бірақ әлемдік деңгейде исламофобия, ислам жамда. Біз енді тәңіршіні, мүмкін жаңа атеистерді айтпай қойық. Бірақ мен мұсылманмын деп жүргендердің ішінде мынандай нәрсені көріп мен таңғалдым. Мен 1 жылдық әлеуметтік желіге салған, сөйлеген, жазған мақалаларым үшін мониторинг жасадым дейді. И мен терроризм, экстремизм туралы ең көп айтқан мен екем деп мақтанып жатқандарды көрдім да. Бұл намаз оқитындар. Сонда не ислам сондай терроризмнен тұра ма сонда? Таза ислам келсінші терроризм өзі ақ жоқ болып кетеді. Дұрыс ислам келетін болса, терроризм өзі ақ жоқ болып кетеді. Мұсылман болу терроризм деп ойлайды елдің бар. Енді мұсылмандардың өзі сондайға түсіп қалған, алданып қалған. Егер намаз оқитын адам қазір терроризм қаптап барады, терроризм күші бар, экстремизмден өйтіп жатыр, абайлаңдар, үйтіңдер, бүйтіңдер десе, енді жай адам не ойлайды? Сол үшін қаржыландырады, мүмкін қаржыландырмайды, болуды мен таң қалмаймын деген сияқты. Өйткені Құран аятында пайғамбар кезіндегі кәдімгі араб мушриктерінің, яһудилердің, насранилердің исламға қарсы деген жұмыстардың тәртіптерінің көбісі тұр. Литастабина сабилал мужримин. Аллах тағала айтады, біз оны айтып кеттік,
күнәһарлардың, дінге қарсылардың айдаларын, тәсілдерін білулер үшін біз айтып кеткенбіз дейді. وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَأَكْفُرُوا آخِرَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Олардың жиналыстарының біреусіне айтады, өтірік исламға кіріңдер дейді. Күннің жарымында. Кірген кезде айқайлап кіріңдер дейді да. Мысалы, көп адамдар бар. Мысалға, сіздер намаз оқыған кезде сізді айқайлап кірген жоқсыз ғой, дұрыс па? Туысқаныңыз білді, әйеліңіз білді, бала-шағаңыз білді, ағаң білді, әкең білді, сосын жайлап кете берді. Енді сендер исламға кірген кезде айқайлап, мен мұсылман болдым деп жаңағындай айқайлап, явный бір елдің вниманиесін көзге түсіретіндей қылып бір сондай бір сөздер сөйлеп, кәпірлердің бәрін қыру керек деген сияқты. Пайғамбардың зәрін ішуге дайынмын деген сияқты. Домбыра деген харамның харамы деген сияқты бір внимание деп шулататын. Сөйтіп жаңа сақалыңды қойып, бүйтіп келіп келеді да. Сосын дейді, уакфир ахира, келесі жарымда діннен шығыңдар дейді. Мынау болмайды екен, өтірік екен деп. Сол кезде көп адамдар діннен бас тартады дейді. Бұның бәрі тәсілдер Құранда тұрған. Енді сол пайғамбарымыз кезінде жасалмай қалмайды деп ойламаймын. Қазір айқайлап дінге кіріп, айқайлап орамалын шешіп шығып кете салуы мүмкін дінге. Сол үшін Құран аятында не деп келеді? Иннал мунафиқина фи даркил асфали минан нар. Мұнафиқ тозақтың ең төменінде болады. Мұнафиқтың көретін жазасы Ферғауыннан, Лениннен, Карл Маркстан, Энгельстен ауыр болады. Олар өйткені ашық түрде мойындаймыз, бұлар мұсылманбыз деп кеп айла жасайды да. Өйткен, мұсылмандарды білем, зинақорлар, бірдеңелер, мешітте имам мынандай істейді, медреседе мүшесін көрсетеді, жас қызды зорлайды деп. Мен білмеймін, кім оны істеп атқан. Сонда біз білмейміз. Бірақ егер сен шынымен де 200-лікпенен дінді жаманатты қыламыз істеп атқан болатын болса, онда Құран саған үкім шығарып қойған. Сенен ауыр жаза көретін ешкім жоқ. Дозақта сенен төмен жататын ешкім жоқ. Сенен төмен жататын нәрсе жоқ. Жаңа келеді, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Айтты дейді кәпірлер. Құлақ салмаңдар мына Құранға, құлақ салмаңдар, Құран айтылған жерде лағыңдар, темадан шығыңдар, мұсылмандар осылай жеңесіңдер дейді. Бұл жерде де мұсылмандар қосылып кеткен да, терроризм мен экстремизммен көп жазым деген сияқты.